Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен мен Айзада. Bir жасағаннан ақ ерекше әрі жұмсақ ауызда ерейтін булочкалардың рецептісімен бөлсем, міндетті түрде менімен бірге болып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Бізге қажетті заттарды описание бөліміне қалдырдым, сол жерден көрулеріңізге болады. Жылы суымыздың үстіне аштықымызды, тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластырып алып, үстінен жұмыртқамызды, қантымызды және де сүтімізді құйып, жақсылап тұрып араластырып алып, қамыр илеуге кірісеміз. Ең алдымен маған осылай қасықпен біріктіріп алған ыңғайлы, әрі қарай қолымызбен илей береміз. Мінекей осылай қамырымызды өте қатты тастайда емес, өте қатты жұмсақта емес етіп илеп аламыз. Қамырымыздың бетін жауып, ашығанша қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырларымыз әдемі болып ашыды, жақсылап тұрып көтерілген. Осы қамырларымыздың барлықтарын алып аламыз. Алып алған қамырларымыздың барлықтарын 80 граммнан бөліп шығамыз әрқайсысын. Әрқайсы қамырларымызды осылай бөліп алғанымыз жақсы болады, өйткені біздің барлық бөлкелеріміз бірдей әдемі болып шығатын болады. Мінекей осылайша булочкаларымыздың қамырларын дайындап алдық. Бәрін бөліктерге бөліп, енді қамырымызды жайып, бөлішкелердің формаларын жасауға кірісеміз. Ең алдымен қамырымызды осылай әдемілеп жайып алып, қамырымызды видеодағыдай етіп кесеміз. Вареный сгущенкамызды салып, жақсылап тұрып ағып кетпес үшін осылайша етіп жауып шығамыз. Кішкене ғана ұн сеуіп, қамырымызды жақсылап тұрып жайып алып, кескен кезімізде бірден барлық шеттерін кесе алмай, кішкене ғана қалдырып, вареный сгущенкамызды салып, ағып кетпесін жақсылап тұрып жабамыз. Мінекей жапқан кезде де шеттерін қатты жауып жібермейміз, өте қатты баспаймыз да, орташа көлемде жауып, әрі қарай осылайша барлық бөлкелерімізді жасап шығамыз. Бөлкелеріміз жақсылап дайын болды. Осылымыздың үстіне жұмыртқамыздың сарысын салып, макымызды сеуіп, пісіріп ала береміз. Екінші формадағы булочкаларымызды дайындап аламыз. Ол үшін ең алдымен қамырларымызды жақсылап тұрып жайып алғанымыздан кейін дәл видеодағыдай етіп қамырымыздың бір шетін ғана кесіп, қалған жерлерінің барлық шеттерін кесіп жібермей, кішкене ғана қалдырып, сгущенкамызды салып, оны осылайша жақсылап тұрып ағып кетпейтіндей қылып жауып аламыз. Жауып алғанымыздан кейін барлықтарын мінекей осылайша қылып біріктіреміз. Мінекей біздің бірінші формадағы булочкаларымыз пісіп дайын болды. Піскенде осылай әдемі болып шықты. Піскен булочкаларымыз өте жұмсақ, әрі керемет дәмді болып шығады.
Екінші формадағы булочкаларымызды пісіріп аламыз. Тапамызға булочкаларымызды салып алып, үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, макымызды сеуіп пісіріп алуға кірісеміз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын болып шықты. Осылайша әдемі болып піседі.